Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Баламды 2 бөлмелі пәтерге айырбастап кетті. Бала туып бергенше айтқанымды екі етпейтін еді. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Іші бауырыма кіріп, соңымнан қалмай жалынып, жалбарынып, өз дегеніне көндіріп еді. Енді мені иттей қылып үйінен қуып шықты. Оның мұншалықты алаяқ екенін білмеппін. Оңтүстік жақтың қызымын. Көп балалы отбасында өстім. Әке-шешемнің бізді оқытуға жағдайы келмеді. Ағаларымның бірі құрылысқа, енді бірі егінге, үшіншісі мал соңында кетті. Кенжетайы ауыл арасында адам тасып күн көреді. Ал қыздар жағы өз кезегімен тұрмысқа шығып жатты. Менің бар арманым жоғары оқу орнына түсу еді. Әпке ағаларыңды оқытпағанда, сен олардан ерекшемін деп тұрсың ба деп дүңк еткізіп, арманыма нүкте қоя салған соң, өз өмірімді өзім қолға алдым. Солтүстіктегі әпкемнің қолына кеттім. Сол жаққа оқуға түсу оңай. Білім аламын деп әке-шешемнің бұрқылдағанына қарамай тартып кеттім. Шынында да ол жақта халық онша көп емес. Оқимын дегенге мүмкіндік көп екен. Құжаттарымды медициналық колледжге тапсырып, 3 жылда диплом алып шықтым. Алдымен кішігірім емханада учаскелік мейірбике боп істедім. Кейін 1000 болғыр жездем танысын араға салып, жүріп ауруханаға ауыстырып берді. Ауысыммен барып келем. Оның үстіне жездемнің танысы ақылы бөлімге жайғастырған, жұмысым онша қиын емес. Ақылы дегені тек ақшасы бар, қалталылар ақша төлеп жататын VIP палаталар екен ғой. Іші тап-таза, аяғының астында қып-қызыл кілем, оқыған-тоқығандар, депутаттар, зиялы қауым өкілдері, кәсіпкерлер жататын бөлім расында тым жайлы болып шықты. Емделіп шығып жатқандар кейде айлықтарына аз ғой, бізден сыйлық болсын, қолың жеңіл екен деп азын-аулақ ақша қыстырып кетеді. Тіпті тәуір өмір сүріп жатқам. Бір күні бөлімге өте бір сұлу әйел түсті. Айтатынымыз тек сол әйелі жайлы еді. Күйеуі дөкей көрінеді. Артынан келетіндер де ылғи сықиып киінгендер. Азық-түліктерін көрсең көзің шығады. Әлгі апайымыз, мен бәрін тауысып жей алмаймын ғой, ауыз тиіңдер деп кейде бізге бере салады. Түскі тамақты сатып алып жейтін біздер қарық болып қаламыз. Неге екенін ол кісі мені бірден өзіне жақын тартты. Қолың жеңіл екен. Мен осы жерден шыққанша күнде келіп уколды өзің салып тұршы. Қолыңды құр қоймаймын деп өтінді. Солай жылы сөйлеп, апалы сіңілдей боп кеттік. Руың кім? Атанаң кім болып жұмыс істейді деп менің өмірімді аса қызығушылықпен тыңдайтын. Емделіп ауруханадан шығып бара жатқанда адресімді, телефонымды жазып алып кетті. Бір күні хабарласып, ертең үйіме қонаққа кел деп үйіне шақырды. Бай болғанмен өте қарапайым, сыпайы көрінген апайым маған да ұнап қалған еді. Қаланың шеткі элита аудандарының бірінде тұрады екен. Есігінің алдында күзетші қарсы алды. Есігінен кіргеннен байлыққа, молшылыққа малынған үйді көріп, аузым ашылды. Бұрын мұндай үйді көрмеген қайран басым расында құлап қалар ма екенмін деп қоямын. Шай үстінде апайым өзімнің өмір баянынан бастан аяқ айтып берді. Күйеуі жастайынан бизнеспен айналысып, қазір әжептәуір қызметті көрінеді. Өзі де жерге қарап қалмаған, бірталай бизнестің басын ұстап отырған мықты әйел боп шықты. Тек қанша жыл өтсе де сәби сүйе алмай, емхана, аурухананың табалдырығын тоздырып жүргені осы екен. Менің өмірім осындай. Сен өз сіңілімдей жақсы көріп қалдым. Араласып тұрайық деп, кетерде арнайы сатып алған әдемі көйлегін сыйға тартты. Қымбат бренд көйлек екен. Бірге істейтін мейірбикелер қызығып, қызғанып қарап қалды. Бір күні мені апайым тағы да шақырып алып, өзінің қалауын жеткізді. Мені осы уақытқа дейін сынап жүріпті. Ойынан шыққанымды, мүмкін болса күйеуіне тоқал етіп әпергісі келетінін айтты. Естігенде шалқамнан құлай жаздадым. Мен үшін бұл күтпеген жағдай еді. Роза, ойланып көр, 2 бөлмелі пәтер әперемін. Ақшадан ішіп-жемнен таршылық көрмейсің. Бірақ әзірге перзентті болғанша мұны ел жұртқа жария етпейік.
Мен көз тіл дегенді қатты қорқамын. Күйеуімнің арманын орындап бала туып берсең, сонда әке-шешеңнің алдынан өтіп, кәдесін жасаймын деп ашып айтты. Құрбыммен ақылдасып ем, келіп тұрған бақты кері теппе. Жас жігітке тиіп, қай заманда байисың, тым кәрі де емес екен, мүмкіндікті пайдалансайшы деді. Осылайша апай мені өз күйеуімен үйінде таныстырды. Сосын қала орталығындағы пәтеріне ертіп апарып, осы сенің үйің, күйеуім қалаған уақытында келіп кетіп тұрады. Аяғың ауырлағанша жұмысыңды істей бер. Керек нәрсеңді маған айтасың. Көмекшілерім жеткізіп береді деп таныстырып кетті. Күйеуі көп сөйлемейтін, мінезі ауыр, әйелінің айтқанынан шықпайтын адам екен. Мен үшін әйелімнің қалауы заң. Сені таңдап, екеумізді қосқан екен, солай-ақ болсын деп, аптасына 2 рет келіп кетіп тұрды. Бұл жағдайдан әпкем хабардар тұғын. Абайлашы, құда түсіп, жұртқа көрсетіп әпермегені қалай болды? Сені бала туатын инкубатор ретінде пайдаланбасын деп ескерткен. Бірдеңені сезген екен ғой. Балалы болғанша ас түсіме түсіп, айтқанымды екі етпей жүрген апайым ұл тапқан соң мені үйінен иттей қуып шықты. Біздің арамызда ешқандай келісім болған жоқ. Бала біздікі, біз оны өз атымызға жаздырып алдық. 2 бөлмелі пәтер сенікі. Бірақ баланы да, бізді де ұмыт. Деп қырқынан енді шыққан баламды әкетіп қалды. Өзім кесар тілігімен босанып, өмір мен өлім арасында арпалысып жүргенде ерлі-зайыптылар құжатты тастай бекітіпті. Мені шетке ысыра салыпты. Әйтеуір уәдесінде тұрып, үйді менің атыма рәсімдеген екен. Қыс ауасында далада қалмағаныма қуандым. Бірақ ұлымды пәтерге айырбастағандай сезімде жүрмін. Олармен соттасуға шамам келмейді. Танысы да, ақшасы да жетерлік. Тек осының бәрін о баста ашып айтып, ашық келісіп алмағанына ренжулімін. Әпкем де ұрса шаршады. Сотқа бер, ДНК сараптамасын жасат деп үгіттеп жатыр. Соттассам жеңе алам ба, білмеймін. Басым қатып кетті. Құрметті тыңдармандар, осы оқиға жайында өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.